Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептеу техникасының даму тарихы. Алдымен балалар, ойланайық. Компьютер қашан пайда болды? Компьютерлік технология қалай дамып жатыр? Енді бүгінгі сабақта үйренетініміз есептеу техникасының даму тарихы. Алғашқы есептеу техникасы. Есептеу құрылғылары қашан пайда болды? Сан ұғымы жазудан ертерек пайда болды. Адамдар санау үшін саусақтарын, тастарды, жіптерді, ағаш таяқшаларды қолданған. Олар көптеген ғасырлар бойы өз тәжірибелерін жетілдіріп, ұрпақтан ұрпаққа беріп отырған. Бәрімізге белгілі ең алғашқы санау құралы есепшот. Оның пайда болған уақыты белгісіз. Кейбір деректер бойынша есепшоттар шамамен 2000-5000 жыл бұрын ежелгі Қытай, ежелгі Египет және ежелгі Грецияда пайда болған. Мына суретте есепшоттардың даму тарихы берілген. 17 ғасырдың басында шотландиялық математик Джон Неппер логарифм түсінігін енгізді. 1761 жылы ағылшын экономисі Робертсон есептеулер жүргізуге арналған логарифм сызғышын жасады. 1642 жылы француз математигі Блез Паскаль 19 жасында жетектер мен дөңгелектерден тұратын есептеу машинасын құрастырды. Ол Паскальдың есептеуіш машинасы деген атқа ие болды. 1694 жылы атақты неміс математигі Лейбниц механикалық есептеу машинасы арифмометрді құрастырды. 19 ғасырда есептеу техникасы қарқындап дами бастады. Есептеу техникасының дамуындағы келесі қадам есептеулерді алдын ала жасалынған программа бойынша адамның қатысуынсыз орындайтын құрылғылар жасау болды. Мұндай алғашқы автоматты есептеу техникасының авторы ағылшын ғалымы Чарльз Бэббидж. Сондықтан оны компьютердің атасы деп те атайды. 1833 жылы ол программа арқылы басқарылатын аналитикалық машина жобасын жасады. 1846 жылы Ада Лавлейс Бэббидж машинасына арналған алғашқы программа құрастырды. Оны әлемдегі алғашқы программалаушы деуге болады. 19 ғасырдың соңында америкалық инженер Герман Холлерит есепші перфорациялық машина құрастырды. 1936 жылы Алан Тьюринг абстрактілі есептеу машинасын ұсынып, заманауи информатиканың дамуына өз үлесін қосты. Бұл есептеу машинасы Тьюринг машинасы деп те аталады. 1941 жылы Конрад Сузе программамен басқарылатын есептеу техникасын ойлап тапты. Бұл машина Z3 деп аталады. 1944 жылы Гарвард университетінің математигі Говард Айкен Чарльз Бэббидж жобасы негізінде программамен басқарылатын Марк I автоматты есептеу машинасын құрастырды. 1936-41-44 жылдары құрастырылған есептеу машиналары электронды есептеу машиналарына жатпайды. Себебі олардың жұмыс істеу принциптері механикалық жүйеге негізделген. Міне қызық балалар, ақш-тағы алғашқы автоматтандырылған компьютерлердің ұзындығы 17 метр, салмағы 5 тонна болған. Балалар, енді мына сұрақтарға жауап берейік. Алғашқы санау құралдары қандай болған? Есепшоттар әртүрлі елдерде қандай атауларға ие болды? Логарифм сызғышы қай жылы шықты? Чарльз Бэббидж қандай машинаның жобасын құрастырды? Алғашқы программалаушы кім? Келесі тапсырма себебін анықтаймыз. Адамдар тастарды, жіптерді және ағаш таяқшаларды не үшін қолданды?
Неліктен Чарльз Бэббиджді компьютердің атасы деп атайды? Неліктен 1936-41-44 жылдары құрастырылған машиналар электронды есептеу машиналарына жатпайды? Балалар, келесі тапсырма компьютерде орындаймыз. Есепшоттың даму тарихы туралы 4-5 слайдтан тұратын презентация жасаңдар. Интернеттен қосымша ақпараттар мен суреттер тауып, презентацияда қолданыңдар. Презентацияға атау беріп, өз бумаларына сақтаңдар. Келесі тапсырма дәптерде орындаймыз. Дәптерлеріне есептеу техникасының дамуына үлес қосқан ғалымдардың есімдерін жазыңдар. Олар туралы қызықты ақпараттар тауып, сыныптастармен бөлісіңдер. Үй тапсырмасы. Карту мен желімді пайдаланып, компьютердің немесе есепшоттың макетін жасаңдар. Ол үшін есептеулер жүргізіп, картоннан бөлшектерді қиып алып тастаңдар. Балалар, бүгінгі сабағымызда ауа райы арқылы қорытындылайық. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.